Ең алғашқы тоқталатын кездесу осы main event, яғни осы кештің басты кездесуі. Нөмір 6 орында тұрған Манел Капе мен нөмір 8 орында тұрған Асумалмабаев арасында өтетін тартысты кездесу болмақ. Біз білетіндей Манел Капе бас-аяғы карьерасында 27 кездесу өткізіп, оның 20-сында жеңіске жетіп, 7-еуінде жеңіліске ұшыраған. Манел Капенің соңғы 3 кездесуіне тоқталатын болсақ, бұл жауынгер UFC Тампада өткен жылдың желтоқсан айындағы Fight Night'та бразилиялық Бруно Сильваны жеңгенін білеміз. Ал оның алдындағы кездесуінде UFC 304 турнирінде дағыстандық Мухаммад Мукаевқа төрешілердің шешімімен жеңілгенін білеміз. Ал оның алдындағы кездесуде UFC 293 турнирінде Манел Капе бразилиялық Фелипе дос Сантостан басым түскенін білеміз, достар. Ал қазақтың MMA тарихындағы ең алғашқы UFC-дің басты main eventінде өнер көрсететін жауынгеріміз Асумалмабаевтың рекордына тоқталатын болсақ, бұл жауынгер бас-аяғы карьерасында 23 кездесу өткізіп, соның 21-інде жеңіске жетіп, 2-еуінде жеңіліске ұшыраған. Асумалмабаевтың соңғы 3 кездесуіне тоқталатын болсақ, біздің жауынгер өзінің соңғы кездесуінде өткен жылдың Fight Night'тардың бірінде бразилиялық Матеус Николаудан басым түскенін білеміз. Ал оның алдындағы кездесуінде біз білетіндей Асумалмабаев американдық ұзынтұра бойлы Хосе Джонсоннан төрешілердің анық шешімімен жеңіске жеткенін білеміз. Ал оның алдындағы кездесуінде UFC 299 турнирінде Асумалмабаев американдық CJ Вергарадан басым түскен болатын. Біз білетіндей Асумалмабаевтың жалпы күрес стилі, грэпплинг стилі, сонымен қатар тік тұрып соғысу мен карате стилінің өте жоғары деңгейде екенін атап өтейік. Ал оның қарсыласы Манел Капеге келетін болсақ, Манел Капенің де жалпы бокс стилінің өте жоғары деңгейде екенін білеміз. Сонымен қатар бұл жауынгердің джиу-джитсу стилінің де өте жоғары екендігін атап өтейік, достар. Сарапшылардың пікірі бойынша біздің отандасымыз Асумалмабаев бұл кездесуде фаворит болып отыр. Менің ойымша бұл кездесуде біздің отандасымыз Асумалмабаев Манел Капені төрешілердің шешімімен болмаса сабмишнмен жеңіске жетуі тиіс деп ойлаймын. Hey Dana, McMahon, give me one chance for the fight, the belt. One chance. I'm ready.